Египет туралы қызықты деректер. Египет – бұл көпшілікке өзінің ескі мәдениетімен таныс ел. Бір жағынан шексіз ежелгі құмдар, қайталанбас сәулет ескерткіштері, құдайлар мен патшалар туралы аңыздар, уақыттар қатып тұрған көшелердегі шу. Екінші жағынан туристерді қуантуға арналған заманауи отельдер, бет әлпетсіз оазис. Египетке кем дегенде 50 ғасыр. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші және 3-ші мыңжылдықтар тоғысында Ніл жағалауындағы 40-қа жуық мемлекет алдымен екі билеушінің қол астында бірікті. Содан кейін жоғарғы және төменгі аймақтар арасындағы қанды соғыстан кейін жеңімпаз Перғауын Нармердің елі болды. Синай түбегі екі құрлықтың, Африка мен Азияның арасында орналасқан. Египет, Ливия, Судан, Израиль және Палестина үкіметімен шектеседі, және жерорта теңізі мен Қызыл теңізі маңында орналасқан. Жағалаушылар туристер мен демалушылар арасында танымал. Египет, таяу шығыстағы ең көп халық қоныстанған мемлекет. 2017 жылы оның тұрғындарының саны 97 миллион адамнан асты. Олар негізінен Нілдің бойында орналасады, өйткені аумақтың 90-дан астамы жансыз шөлді алып жатыр. Ересек мысырлықтардың шамамен 35-40 күніне $2 аз ақша табады, ал азаматтардың тек 2-3 ауқатты деп атауға болады. 2011 жылы Египетте Facebook атты қыз дүниеге келді. Facebook Джамал Ибрахим. Египет. Барлық таяу шығыстағы ең дамыған экономикалық дамушы ел, табыстың негізгі тармақтарының бірі туризм. Бұл жерде еңбекке қабілетті халықтың 15% жұмыс істейді. Сондай-ақ, Суэц каналы арқылы өтетін кемелер, шетелде тұратын бай мысырлықтар және мақта, май, жеміс-жидектер мен көкөністерді экспорттаушылар қамтамасыз етіледі. Мысырдағы ауа райы аса жақсы емес. Жазда көлеңкедегі ауа 40-50 дейін қызады, ал кешке ол айтарлықтай салқын болады. Бәрінен бұрын таулардың көптігі дауылдан қорғайды. Қызыл теңізде, жер бетіндегі ең жылы, қыста демалған жақсы. Қаңтар айының орташа температурасы 20-25, су 21. Рас, түнде термометр 10-ға дейін төмендейді, ал шөлдерде температура айтарлықтай салқын.